Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бұрыштарды өлшеу және салу. Сабақ мақсаты: берілген градустық өлшем бойынша бұрыш, тік бұрышты үшбұрыш, перпендикуляр сызу. Сабағымызды өткен тақырыпты еске түсіруден бастайық. Ол үшін сәйкестендір тапсырмасын орындайық. Тапсырма: берілген бұрыш суреттерін атауларымен сәйкестендір. Ал енді үй тапсырмасын тексерейік. Үй тапсырмасында берілген градус өлшемдеріне сәйкес бұрыштарды дәптеріңе сызу, оларға атау беру, бұрыш түрлерінің атауын жазу тапсырылған болатын. Өзін салған бұрыштарды қара, транспортердің көмегімен тексер және бұрыштардың атауларын дұрыс жазғаныңды тексер. Бүгінгі сабағымыздың бірінші тапсырмасы: бұрыштарды өлше, бұрыш түрлерін ата. Екінші тапсырма: бұрыштардың өлшемін жаз. Берілген бұрыштардан 25 градусқа үлкен бұрыштар сыз. А, Б, С бұрышы, Д, Е, Ф бұрышы. Үшінші тапсырма: тік бұрышқа іргелес жатқан қабырғаларының ұзындықтары 4 см және 8 см болатын тік бұрышты үшбұрыш сыз. Ал енді сабағымызды логикалық тапсырмаларды орындаумен жалғастырайық. Бірінші тапсырма: маймыл тісті доңғалақты айналдырғанда тілше қандай санды көрсетеді? 1 немесе 2. Жұмбақты шешудің 2 жолы бар. Жауабымызды тексерейік. Сен қай санды таңдадың? 1 ме, әлде 2 ме? Тілше 2 санын көрсетеді. Шешімнің бірінші жолы суретте көрсетілген, ал екінші жолы тісті доңғалақтарды зерттейік.
әр тісті доңғалақ тіркелген келесі доңғалақты кері бағытта айналдырады. Белбеулі доңғалақ айналу бағытын өзгертпейді. Сегізді белбеулі доңғалақ қарапайым тіркестегідей доңғалақтың бағытын өзгертеді. Доңғалақтарды санап шығайық. Айналу бағытын өзгертетін беріліс жұп болған жағдайда, соңғы доңғалақтың айналу бағыты өзгермейді. Тақ болса, кері бағытқа өзгереді. Бізде 16 беріліс. 14 жағдайда бағыт өзгереді. 2 жағдайда өзгермейді. Нәтижесінде тілші 2 санын көрсетеді. Екінші тапсырма. Сіздің ойыңызша қызғылт сары шеңберлердің қайсысы үлкен? Жауабы: оң жақтағы үлкен болып көрінгенімен, екеуі бірдей. Суретте неше үшбұрыш бар? Жауабы: суретте 35 үшбұрыш бар. Санды табыңыз. Жауабы: 18. Сабағымыздың 4-ші тапсырмасы. Әр үшбұрыштың бұрыштарын өлше. Әр үшбұрыштың бұрыштарының қосындысын тап. Қорытынды жаса. Ал енді видеоға назар аударайық. Үшбұрыштағы бұрыштардың қосындысы. Үшбұрыштың барлық ішкі бұрыштарының қосындысы 180 градус. Үшбұрыштың барлық сыртқы бұрыштарының қосындысы 360 градус. Есіңде сақта, енді сен кез келген үшбұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең болатынын білесің. 5-ші тапсырма. Транспортирдің көмегінсіз бұрыштардың өлшемін анықта. Кері байланыс, жетістік баспалдағы. Өзіңді сәйкес баспалдаққа қой. Тапсырманы орындай алмадым, аздап қиналдым, тапсырманы орындай алдым. Үй тапсырмасы. Бұрыштарды сыз. ABC бұрышы 130 градус. COM бұрышы 76 градус. MAK бұрышы 100 градус. LOR бұрышы 145 градус.
Берілген бұрыштардан 10 градус кіші бұрыштар сыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.